Сәлем достар, бүгін біз Қытайдың тауарларын зауыттан өз бағасына алу деген сияқты Joom программасымен танысатын боламыз. Кіреміз. Бұл жерге VK-ңызбен кірсеңіз де болады, Моймеріңізбен кірсеңіз де болады. Сол кезде сіздерге 100 бонус береді. Мысалы, мына жерде маған 12 сентябрьге дейін 10% купон алыңыз деп тұр. Егер 10% купонды алатын болса, бағаның 10%-ын алып тастайтын болады менен. Енді бұның басты бетінде осындай, неге қызығасыз, нені көресіз, соның бәрін шығарып отырады. Екінші, лупа тұрған жерде, бұл жерде кез келген затты көрсеңіз болады. Мына жерден кіріп, женский гардероб, мужской гардероб, красота, здоровье деген сияқты. Үйге қажетті заттарды, детский заттарды барлығын алуға болады. Ал мына жерде телешка сияқты тұрған, бұл жерде мен өзім аламын деп қойған заттар. Мысалы, қазір мен купонды алғанмын. Маған купонды алсам, міне 10% купонды алдым. Енді көрдіңіздер ме, маған 10% скидкамен заттарды шығарып отыр. Осылай галочка қойып, кез келген затыңызды алсаңыз болады. Немесе, мысалы, бір-екі затты ғана алам, қалғанын сосын алам деген сияқты қойып қойсаңыздар да болады. Бұл сіздің өзіңіздің картинаңыз болады. Ал мына жерде интересный заттар шығады. Кім не алған бәрі өзі осындай заттар екен деп заттарға описание жазып кететін болады. Продавецтерге деген сияқты. Ал мына жерде мен өзімнің бетім бұл парақшамда. Бана Камшат Бурбекова деп через ВК арқылы кіргенмін мен бұл жерге. 4 затқа обзор бергем, 4 адам маған тіркелген, мен 3 адамға тіркелгем деген сияқты. Мына жерде лайк тұрған жерде мен ұнатқан товарларға лайк басып кеткем да. Товарлар ұнайды деген сияқты. Ал мына жерде мой заказ дегенге, мысалы, мен мынаны заказы беріп қойғам, уже келіп тұр екен. Атакентке келіпті, ендігі маған келу керек. Мысалы, осы заттарды мен уже алып қойғамын, мына затымда келіп тұр екен. Мынау гүл сияқты сырғаны мен алдым. Вот, вы получили это заказ деп тұр да. Мысалы, постоянно ашып көрген кезіңізде қай жерге келді деген сияқты, маршрут сияқты бәрін көрсетіп тұрады. Мысалы, міне уже затыңыз қай жерге келді, қайдан келатыр деген сияқты былай көріп отырсаңыз болады. Осыны көруге ашқан кезіңізде сізге вы получили это заказ деген шығады да. Сіз мысалы да деп қойсаңыз, қорықпасаңыз болады. Бірақ сіз алмағасыз, бірақ да деп қойдыңыз да. Бірақ сізге зат келеді. Мысалы, мен нет десем, бұл шықпайды. Да деймін да. Қалай товар, жақсы ма? Товар маған өте ұнады, 5 жұлдыз қойып жібере саламын. Дейсін, отзывтарын, анамнауын кейін жазамын. Мысалы, бұл затым менде келді. Ендігі маған келетін зат, міне, уже Жетісайға келіп қалыпты мына бір затым. Мынау Атакентке келіпті. Мынау тағы бір затым әлі мындайда екен. Ал енді мен өзім уже алып, қолданып көрген заттарым мынау. Қазір бәріңіз білесіздер, осы бальзам для губаны барлығы қолданады. Міне маған алған бағасы 556 теңгеге алдым. Бұл менде бар. Мына жерде астына қарап, мысалы, бір затты таңдайсыздар ғой, астына қарап, кім не отзыв жазыпты, бәрі жазады. Мысалы, күшті екен, онша емес екен, мынадан алған күшті екен деген сияқты барлығы жазады. Кез келген затты алар алдында астын көріп шығыңыздар. Бұл зат менде бар, уже келіп қойған. Және мен осы заттарға заказ беру арқылы бізге бал береді. Сол бал арқылы, мысалы, мына сырғаны алғанмын. Бұл почти тегін. И осындай челка алдым, арқаға корсет алдым, бетке массаж жасайтын алдым, балама алдым. Үшеуде балаға заттар. Осылай бұл программа өте оңай. Өзіме ұнады. Мысалы, AliExpress, Alibaba, Taobao 1688 дегендерге мен түк түсінбедім да. И мына жерде бір жақсысы, мына жерде қазақ
теңгесімен жазылған да. Кез келген затты қазақ теңгесімен алуға болады. Және қалай тіркейміз, қалай тіркелеміз, затымызды қалай тіркейміз деп айтсаңыздар, мына жерде мысалы мен адресіңізді жазып, мысалы бір зат аласыз. Мына жерге жазайын да. Мысалы куплю деп осыны басайын. И мына жерде адрес дегенге полный данныйларыңызды, мысалы қай жерде тұрасыз. Мысалы мен Жетісай қаласы Асық-Ата кенті жаңа құрылыс деген жерде тұрам. И сол жердің банағы индексін жазасыз да, мысалы 1605-33 деген сияқты индексін, телефон номеріңізді, чтобы зат келді деген сияқты смс келу үшін. Бірақ ол келу не обязательно. Осы программа арқылы сіз затыңыз келген, келмегенін біліп отырсаңыз болады. Және картаны тіркеген кезде де қорықпасаңыз болады. Каспий Голд арқылы тіркеген өте оңай. Мысалы сіз интернет магазиніңізді ашқан кезде бұл жерде автоматически алынады төленген затыңыз. Сосын банағы, одан артық ештеңке алынбайды дегенім ғой. Ары қарай көре білсеңіздер өте күшті, банағы неше түрлі мындайлар кеп тұрады. Вот скидка деген сияқты. Бұл жерде барлық заттарды алуға болады, брендовый заттарды. Вот, мысалы ваш товар скоро будет у вас деген сияқты жазып жүрген. Кейін арасында мындай ойындар да болып тұрады. Мысалы осы затты мен 10 теңгеге почти бесплатно алғым келді да. И маған мысалы берілмеген. Кім ұтып алды? Вот осы жердегі адамдар ұтып алды дейді. Попробуйте еще раз. Вот товар за 10 теңге дейді. Мысалы осы жерден қарайсыздар да. Бұл ойын ғой. Егер сіз ұтып жатсаңыз, сізге беріледі. Тегін салып жіберетін болады 10 теңгеге. Қазір мен тағы да жасап көремін. Мысалы ретінде маған не зат. Бірақ мен бұдан ұтып көрдім деп айта алмаймын, өйткені осыны жақында көрдім, осындай ойын бар екен. Қазір не зат аларымды білмей қалдым. Просто сіздер осыны алам деген сияқты, 10 теңгеге алам деген сияқты жазып кетесіздер. Егер сіздерге бұйырып жатса, сіздерге беріледі. Емесем басқа кімге бұйырады, сіздерге жазып жібереді. Например, мына сағат дей салайын, хочу осыны 10 теңгеге деп та. Осындай цветі бар екен, осындай. Маған мындай цветі хочу. Вот жібердім. Енді егер мен бұйырып жатса, маған беріледі. Осыны жоғалтып алмас үшін лайк басып қойсаңыздар болады. Және мынау лупадан кез келген затты мысалы таңдап алсаңыздар болады. Жазып та, мысалы туш для ресницы деген сияқты. Мысалы мына жерден кез келген тушты алып қарайсыздар. Қандай туш. Мысалы мен біреуін алып көре салайын да. Бұл жерде бана брендовый өте қымбат туштар да бар. Корейский туштар да бар, бәрін мысалы көрсетіп қойған. Және арзан туштардан көрейін да. Мысалы мынау 827 теңге дейді.